Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге мастер-класстарда жасалынатын Whoopie цифра тортының жасаудағы құпиялармен бөлсем, тапсырысқа жасауға да болады. Ол үшін ыдысқа сары май мен 150 грамм шоколадымызды салып, ертіп аламыз. Микроволновкада немесе шәугімнің үстіне қойып. Сосын бір ыдысқа жұмыртқаларымызды салып аламыз. Қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Шамамен осындай масса шыққанға дейін араластырамыз. Аппақ болып, көлемін 2-3 есе ұлғайтуы керек. Жаңағы ертіп алған массамызды қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп алып қосып, үстінен какао және де қамыр қопсытқыш, яғни разрыхителімізді саламыз. Қалған ұнымыздың барлығын салып, жақсылап миксермен бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Осындай қою масса шығады. Пергамент қағазына өздеріңізге керек санның формасын сызып аласыздар. Әрқайсысынан 3 немесе 4 кор шығады. Бұл 2 цифраға арналған рецепт. Мен үшеуінде осылай үлкен табаға сызып, құйып, осылай тегістеп пісіріп алдым. 180 градуста 10 минут шамасында піседі. Қарап отырғандарыңыз жөн. Кремін жасаймыз. Творожный сырға қантымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Үстінен салқын сливкимізді құйып, жақсылап миксерлеп қою масса дайындаймыз. 2 цифраға арналған коробкамызды дайындап, бетіне салфеткасын қойып, осылай корждарды орналастырып, бетіне шарик шығарып шығамыз. Насадка салсаңыздар да болады, немесе жай ғана мен сияқты осылай жасауларыңызға да болады. Кремі өз формасын жақсы ұстайтын өте әдемі болып шығады. Бетін осылай жасап, кейіннен өз қалауларыңызша оформленияны жасай бересіздер. Видео ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол жерде көптеген мастер-класстарда айтылатын рецепттермен бөлісетін боламын. Және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр.